Жастар жыл аясында Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің ұйымдастыруымен өткен Елорда жастары сыйлығы 2019 жобасында ұлттық өнер номинациясы бойынша жеңіске жеткен Әлібекова Әсел марапатталады. Неке қымбатты көрермендер, бүгін біздің студиямызда Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметі президенттік оркестрінің бас бишісі Әсел Әлібекова. Әсел, сыйлық құтты болсын. Рахмет, үлкен қайырлы таң. Және де мінекей мына сыйлығында көрсетіп қойсаңыздар болады. Мінекей. Енді осы Елорда жастары үлкен жобасындағы алған сыйлығымен шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет, үлкен. Ұлттық өнер номинациясы бойынша. Қалай өтті жалпы? Өте қобалжыдым. Өткені қаншама мықты осы Қазақстан, елордамыздың мықты өнер майталмандары, белді талантты азаматтары қатысты. Соның ішінен кеше жауабын естігенде кәдімде қобалжып жүрегім лүпілдеп, әлі шынын айтсам жерге қона алмай жатырмын. Өткені бұл мен үшін үлкен жетістік. Елорданың осындай жастар жылы болғасын, осындай жылды қорытындау үлкен жетістік деп ойлаймын. Биылғы 2019 жылды, яғни жастарды қолдау жылында әрине еңбек еткен барлық жастар жақсы нәтижелерге жетіп жатыр. Осы жылдың қорытындысы бойынша. Мен үшін бұл жыл өте сондай жақсы жаңалықпен басталды. Енді жақсы жаңалықпен аяқталып жатыр. Аллаға мында бір шүкір деймін. Қаңтар айында бағын айтты ғой, жыл жақсы басталды деп. Атырау қаласында өткен халықаралық байқаудан бірінші жүлдеге ие болғанмын. Сөйтіп жыл басталды. Көп жаңалықтар болды, жаңа билер қойылды. Жалпы жаңа билер демекші өзіңіз осы, мысалы мен көз алдымда қазақ би деген кезде, қазақтың ұлттық өнер деген кезде, әсіресе биге қатысты Шара Жиынқұлова апайымыздың билерінің кейбір элементтері сіздің орындауыңыздағы билерде кездеседі. Әрине, ол апайдың мен ізбасарымын. Со кісіге еліктеп, со кісі сияқты болсам ғой деп кішкентайымнан сөйтіп армандап келгенмін. Қазақ қимылдары со кісі ғой насихаттап бізге алып келген. Әрине, сол қимылдар кездеседі әр биде. Жалпы осы қазақ қыздары, қазақ қызына тән әдемілік және де осы ұлттық салт дәстүрді дәріптеуде қазақ билерінің де ұсынатын дүниелері өте көп, ықпалы өте көп. Мысалы, күнделікті тұрмысымызда кездесетін жалпы, мысалы, киіз басу дейміз, ұршық үйіру дейміз, жүн түту дейміз, соның бәрі осы қазақ билерінде кездеседі. Жорға билері. Ол жай ғана сахнада бұлай билеп жүру ғана емес, сол би арқылы біз біраз дүниені түсіндіресіздер. Әрине, ішкі дүниемен, қол қимылдарымен барлық әрекеттерді көрсетеді. Кәдімгідей кішкентай ғана қойылым ғой. Мини-спектакль. Әр биде сондай терең мағыналы би қойылып жатқанда бірінші әрине музыка таңдалып, сосын сол музыканың ішінде қандай бір ой туындырады деген сияқты кәдімгідей ұзақ ойланып, өзімнің хореографым сөйтіп терең ойға кіріп қана барып, сол музыканың ырғағына қарай қимылдар шығады. Жалпы бала кездегі осы Шара Жиынқұлова апамызға еліктеп, сол кісінің өнерін, би өнерін әрі қарай жалғастыруда жасап жатқан еңбектеріңіздің жемісін міне көріп отырмыз. Бұл тек басы ғана болсын, сізге үлкен шығармашылық табыс тілейміз. Осындай жүлделер көп бола берсін, өткені өнер адамдар үшін осындай бір нәтиже деген кәдімгі ары қарай сенімділік береді. Ой, өнерде бекер жүрмеген-ау деген ой туындырады. Сондықтан ары қарай тағы да еңбектенуге кәдімгі күш-қуат береді. Әрине үлкен стимул, Енді қазақ би өнерін әрі қарай дамыта беріңіздер, шын жүректен тілектеспіз. Және де әдемі костюммен бүгін біздің студиямызға келіп отырсыз. Ерекше бір би болатын сияқты қазір. Сізді сахнаға шақырамыз. Рахмет. Қымбатты көрермендер, қазір сахнада
Әсел мың бұрала би билейді. Бәрекелді. Құттықтаймыз жеңісіңізбен. Дайындық кезінде би өте әдемі сияқты болып көрінді. Көрейік. Қандай әдемі. Міне дайын картина. Тамаша, қандай керемет. Өмірде бұлай экраннан көрген бөлек дүние екен. Өмірде бұлай шынайы биді көрген ол мүлдем басқа әсер алады екенсің. Әсел, сізді құттықтаймыз жеңісіңізбен. Лайықты марапат екен. Шын мәнінде қазір көзіңізден би кезіндегі өзіңіздің драматургияны жеткізуге тырысқан эмоцияңыз, костюміңіз бәрі үйлесіп тұрды. Құтты болсын. Бұдан да биік деңгейлерді таныта беріңіз. Бұдан да биік деңгейдегі марапатқа лайық болыңыз. Осы ретте Әйгерім, жаңа мен жолдасым хабарлама қалдырып жатыр маған. Әсел, мына биші қыздың күлкісін үйреніп алшы деп жазыпты маған. Демек, керемет сондай әсер сыйлаған сияқты. Қымбатты көрермендер, мінекей Әселді тағы да кешегі жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз, шығармашылық табыс тілейміз. Қымбатты көрермендер, біз әзірге бүгінгі тікелей эфирді аяқтап, кезекті тамаша әнге береміз. Ал біз сіздермен енді ертеңге дейін қоштасамыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Жаңа апта басталды, жаңа мотивация, жаңа мақсат, жаңа көздеген арман, амбиция, бәрі де оңынан болсын дегендеріңізге жетіңіздер. Ал біз Әселмен суретке түсеміз енді. Мәдина кел суретке түсір бізді. Ал кеттік, кәнеке, бірге.